Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Бүгін сіздермен керемет бір лайфхак көрсетейін деп отырмын. Көбінесе баламен тамақ істеген кезде, әсіресе кухняда барып еңбектеп жатқан бала болса, етегімізге жармаса береді ғой. Соған күшті бір лайфхак істейміз. Қараңыздар. Бізге үйдегі майка, ескі майкалар болады ғой, баланың папасының майкасын алдық, ескі майканы ескіріп кеткеннен кейін ас болып кетті, мынау тастаңдар дейді ғой, соларды тастауға асықпаймыз. Қараңыздар, ескілеу болғанмен өте пайдасы тиеді. Қараңыздар, баланы дәл осылай отырғызамыз. Дәл осылай майканы алдын кигізіп аламыз. Мен осылай істеймін өзім. Дәл осылай кигіземіз. Қараңыздар. Баланы жақындатамыз. Өзімізге жақындатамыз да. Тура осылай мойын кіргіземіз. Бұл мойын қыспайды. Ой, баланы не істеп қойды, мойын қысып қойды дейсіздер, ондай емес. Енді міне. Міне. Көресіздер ғой. Қасындағы ойыншығында беймарал ала береді. Қараңыздар, міне. Өте ыңғайлы. Алдыда ешқандай қолын қысып атқан жоқ, басақып атқан жоқ. Қараңыздар, бұлайына да құламайды, бұлайына да құламайды. И бұлайына да құламайды. Қараңыздар, өте керемет лайфхак. Енді бұны бұлайына бүйтіп тұрғызып, баланы тұрғызып қойсаңыздар да болады. Например, баланы тұрғызып, бұлайына столға тұрады ғой. Шай ішіп жатқан кезде тұрғызып қойсаңыздар да болады. Тура осылай жақындап. Алдына тамағын әкеп, тарелкасын әкеп. Менде бала 11 айлық. Дәл осылай. Тура осылай, тура осындай кезде тамақ істеп жатсам да, басақсам да алдыма келіп еңбектеп келіп, жабысып тұрады етегіме. Мен анау кухняда тура осындай столға, тура осындай қылып істеп қоятын болды. Кейін шығарған кезде де бұл өте оңай, тура осылай. Аласыздар. Сіздерге лайфхак жаққан болса, маған подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар.